Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен Мұрагер мектебінің оқушысы Тәңірберген Бауыржан. Бүгін мен болашақ экспонат айдарында телефон тарих жайлы сөз қозғамақпын. Бүгінгі күнде телефонсыз бір күнде елестету мүмкін емес. Телефон адамдарды бір-бірімен жақындастыру үшін шығарылды. Осы байырғылар үшін ғажайып, ал қазіргілер үшін күнделікті қолданыстағы құрылғысын кім ойлап тапты екен? Бұл сұрақтың жауабы бүгін біздің әңгімемізде. Бір қызығы, біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырда өмір сүрген Парсының Кир патшасының хабар жеткізетін 30 000 адамды арнайы ұстап, және оларды патшаның құлақтары деген деседі. Олар адамға жақсы естілетін және дауыстары жақсы жететін мұналарға және де жоталарға тұрып алып, бір-біріне айқайлау арқылы хабарды тиісті жерге жеткізетін болған. Және де 968 жылы Қытай өнертапқыштарының бірі труба арқылы дыбыс жеткізетін құрал ойлап тапқан. Байырғы заманда арқан телефонда шығарылған тарих бетінде бар. Орынбор Ташкент темір жолының бір тармағы Сыр өңірінен өткен. Соның нәтижесінде 1905 жылы Сыр өңірінде темір жол салынды. Осы телефондарымыз темір жол вокзалында қолданылды. ВФ телефондары 1919 жылдан бастап қазірге дейін жұмыс істеп келе жатқан Латвияның мемлекеттік электротехникалық зауытында шығарылған бірқатар телефондар. Бұл 20 ғасырдың 50-60 жылдардағы КСРО-дағы ең ауқымды телефон. Дене мен түтікше карболиттен жасалған. Сол кездегі телефон осы ВФ телефоны екі сандардан және әріптерден тұратын болған. Себебі сол кездегі нөмірлердің өзі сан мен әріптерден тұратын болған. Мысалы, B3829. Телефонның қоңырауының дыбыс деңгейінің бақылауына ие болмады және өте шулы болды. Үстел үстіндегі TA68 телефоны теру құрылғысы жоқ. Дыбыс қаттылығымен теру және электромеханикалық сақиналары бар телефон. 1970 жылдардың басы мен 1980 жылдардың аяғындағы моделінің атаулары ретро және стелла телефондары шығарылды. Олар қазірдің өзінде шалғайдағы ауылдарда және ауылдық өнеркәсіптік жерлерде осы TA68 телефонын таба аламыз. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басы телефон жүйесінің дамуы айтарлықтай жетістікке жетіп, қалааралық байланыстар мен қалалық линиялар өте жақсы дамыды. Арақашықтығы жағынан ең үлкен Москва мен Петербург 660 км, Париж бен Лондон 498 км, Париж бен Брюссель 320 км қамтыды. Мен 1910 жылы 10 мыңнан астам телефон станциялары 10 миллиондай телефонға қызмет етті. Мен 21 ғасырдың көшбасшысы ретінде тасатура кнопкалы нөмір тергіш телефонына тоқталып өтсем, бұл 0-ден 9-ға дейінгі ондық сандардан құралған және де ерекшелігі әріптерден құралған 10 кнопкалы телефон. Қазіргі кезде телефонның шарықтау шегі жеткен секілді. Себебі қазіргі әрбір жанұяда бір сымды және бірнеше ұялы телефон бар. Қазіргі таңда дүниежүзі бойынша аналог технологиядан цифрлық технологияға өттік. Осы қазіргі телефонымыз цифрлық технологияның жемісі. Мен Қазақстан Республикасының жас буын өкілі ретінде елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың цифрлық Қазақстан бағдарламасы үшін қуаныштымын. Себебі технологияның дамуы басқа да салаларға серпін береді. Бүгінгі болашақ экспонат айдарының 90 ауыз сөзінің толықтай түйіні тарихымызды дәріптеу мақсатында осы телефонымыз мұражай түрінен орын алуы тиіс.